Сәлем достар, бүгін біз 6 сыныптың қазақ тілінің 7 тарауының 5 сабағын өтетін боламыз. Тақырыбымыз қазақ балуандары. Бізде бірінші тапсырмада айтылыпты, мәтінді түсіндіріп оқыңдар, негізгі қосымша және детальді ақпараттарды анықтаңдар депті. Мәтінді оқымай-ақ астындағы сұрақтарына тез-тез жауап бере берейік. Бірінші сұрағында айтылыпты, қазақ даласының батыры туралы тағы қандай мәліметтер білесіңдер депті. Ал екінші сұрағында айтылыпты, тұңғыш спортшымыз туралы жазылған хикаятты оқыдыңдар ма? Фильмдерді көрдіңдер ме? Қандай әсер алдыңдар депті. Қажымұқан Мұңайтпасов қазақтың тұңғыш кәсіби балуаны. Ол 50 жылдан астам уақыт күреспен айналысып, 50-ден аса медаль жеңіп алған. Ол Еуропа, Азия және Америка елдеріне өнер көрсетіп, қазақ халқының атын шығарды. Ұлы Отан соғысы кезінде әскери ұшақ жасауға өз қаржысын бөлді. Қажымұқанның құрметіне деректі және көркем фильмдер түсірілді. Осыны жазып аламыз бірінші сұрағына. Ал енді екінші сұрақтың жауабына жазамыз. Қажымұқан туралы жазылған Қалқамақ Әбдіқадыровтың Қажымұқан атты хикаятын оқыдым. Бұл шығармада оның балалық шағы, күрес өнеріне келуі және жетістіктері сипатталған. Сонымен қатар Қазақфильм студиясына түсірген Қажымұқан атты фильм бар. Бұл фильмнен Қажымұқанның табандылығы мен күрескерлік рухын сезінуге болады. Бұл шығармалардан мен қазақ халқының қайсар ұлының батырлығына, елін сүйген ерлігіне таңғалдым. Осыларды жазып аламыз. Ал енді екінші тапсырмада айтылыпты, оқылым мәтіні бойынша қарапайым жоспар құрыңдар депті. Жауабына жазып аламыз. Қазақ халқының мақтанышы Қажымұқан, әлемдік жарыстардағы жетістіктері, отанға деген сүйіспеншілігі, Қажымұқан туралы шығармалар мен фильмдер. Ендігісі үшінші тапсырмада айтылыпты, оқылым мәтінінен жетістіктерді тауып, оларды өзгелік жетістікке айналдырып жазыңдар депті. Мәтіндегі жетістіктерге бірінші теріп жазамыз да, кейін оны өзгелік жетістіктерге айналдырамыз. Ол жердегі кәдімгі жетістіктер қорғады, күресті, арнады, жасады, шығарды. Ал өзгелік жетістікке айналдырсақ, қорғатты, күрестірді, арнатты, жасатты, шығартты. Осылай жазып аламыз. Өте оңай. Бізде 4-ші тапсырмада аудиожазбаны тыңдаңдар деген, мәтінде көтерілген мәселелерді талдаңдар деген. Сіздер өздеріңіз аудиожазбаны тыңдап, осылай мәтінде көтерілген мәселелерді талқылайсыздар. Енді 5-ші тапсырмада сол тыңдалым мәтіні бар ғой бағанағы. Сол тыңдалым мәтінін сіздер 5-ші тапсырманы да өздеріңіз оқисыздар, себебі менде ол тыңдалым мәтіні жоқ. Енді біз 6-шы тапсырмаға өтейік. 6-шы тапсырмада айтылыпты, 2 тапсырманың бірін орындаңдар деп айтылыпты. Қосымша біріншіні оқиық. Қосымша әдебиеттер мен ғаламтор ресурстарынан Қажымұқан туралы деректер тауып, қос жазба күнделігіне жазыңдар депті. Деректер түсіндірме деп. Ал екіншісінде жазыпты, Қажымұқан туралы деректерді негізге алып, батыр тұлғалы тақырыбында сипаттамалық эссе жазыңдар деп. Біріншісіне жазамыз, деректер түсіндірме дегенше соған жазамыз. Біріншісіне деректерге жазайық. Қажымұқан Мұңайтпасов қазақтың алғашқы кәсіпқой балуаны. Түсіндірме, ол қазақ халқының намысын қорғап, әлемдік жарыстарда жеңіске жетті. Деректер 1909 жылы халықаралық жарыстарда Қара Мұстафа деген атпен шықты. Түсіндірме, бұл лақап ат оған түр тұлғасына байланысты берілген. Міне жалғасы. Енді деректер: Париж, Лондон, Берлин, Варшава сияқты қалаларда күрескен. Түсіндірме, Қажымұқан әлемдік аренада қазақтың атын танытқан алғашқы спортшылардың бірі. Деректер: Ұлы Отан соғысы кезінде өз қаражатына ұшақ жасатып майданға жіберді. Ал түсіндірме, бұл оның тек спортшы ғана емес, елін сүйген патриот екенін көрсетеді. Ал енді 6-шы тапсырманың екіншісін орындайтын боламыз. Ода батыр тұлғасы туралы эссе жазыңдар деген. Оған жазамыз. Қазақ халқының тарихында ерекше орын алатын тұлғалардың бірі Қажымұқан Мұңайтпасов. Ол кәсіби спортшы ретінде әлемдік аренада қазақтың атын алға шығарған балуан. Қажымұқан тек күшінің мықтылығымен ғана емес, отан сүйгіштігімен ерекшеленеді. Ол күрес өнерін дамытуымен қатар халыққа үлгі болып, батырлық рухын көтереді. Әлемнің көптеген елдеріне
күресіп жеңіске жеткен балуан тек өзінің мықтылығын ғана емес, қазақ халқының да қайсар рухын танытты. Сонымен қатар Қажымұқан нағыз елжанды азамат. Ұлы Отан соғысы кезінде ол жинаған қаражатына ұшақ жасатып, оны майданға жіберген. Бұл оның тек мықты спортшы ғана емес, халықтың нағыз ұлы екенін көрсететін үлкен ерлік. Қажымұқанның өмірі батырлық пен қайсарлықтың үлгісі. Ол өз заманының қаһарманы ғана емес, келер ұрпаққа үлгі боларлық тұлға. Достар, осымен менің видеом аяқталды. Сау болыңыздар. Менің мың подписчикке жеткізіп тастайық.